жарық, құрметті өнердің жанашырлары, өнерсүйер қауым. Бүгінде сол біздің Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің бастауымен өтіп жатқан өнер онлайн жобасына тағы да қолдау білдіруде. Бүгінде мен сыбызғы аспабы жайлы және олардың түрлері жайлы кішігірім лекция беріп өтпекші бастама жасадым. Яғни қазіргі таңда елімізде болып жатқан жағдайда барлығымыз қазір үйдеміз, далаға шықпай өзімізді сақтап, сол арқылы елдің амандығын, елдің сол денсаулығына сөйтіп жәрдем тигізетін болсақ, неге үйде отырмасқа деген ойда. Жалпы қазіргі таңда көп адам, көп кісілер интернет арқылы, тағы да әлеуметтік желілер арқылы көптеген дүниетанымдық нәрселер өздері қазір көріп жатыр үйлерінде. Сол мақсатта енді аздап білгенімізді, аздап жиған тергендерімізді көрсетіп, танымдық лекция бермекші ойда болып, соны қазір жүзеге асырып отырмын. Жалпы сыбызғы аспабы қазақ халқында өте кең таралған аспап. Қазіргі таңның өзінде ол ұмытып болып кетті деген аспапқа келіңкіремейді, себебі сұрасаңыз кез келген адам сыбызғы аспабы жайлы біледі. Бұл аспапты енді әркім аңыздар арқылы, естіген аңыз әңгімелер арқылы ел арасында таралса, ал ғылыми былай деректер бойынша бұл аспап біздің жерімізді зерттеген этнограф ғалымдардың еңбектерінде көптеген жерлерде кездеседі. Мысалы 1795 жылғы жазылған капитан Андреев деген кітапта, сол кітапта сыбызғы жайлы өте кең деректер кездестіреді. Болат Сарбаев өзінің кітабында, еңбегінде қазір келтіретін көп сөздерімнің, қазір келтіретін көп дәйектерімнің көзі осы Болат Сарбаевтың «Қазақтың ұлттық аспаптары» деген кітабы. Жалпы қазақтың жерін зерттеген Левшин, Липаев деген кісілер Семейдің, ол кезде Семей пилотын істеп жазады. Сол жердегі қазақтардың қолынан сыбызғы аспабын көп көрген, ол 18 ғасыр мен 19 ғасырлардың ортасында екенін, және де сол уақытта деректерге көп сүйенсек, сыбызғы жайлы мағлұматтар өте көп. Яғни халық арасында бұл аспап өте кең таралған. Және де Лепехин деген этнографтың Орал қазақтары деген, яғни қазақтың жерінің кеңдігі сондай, сол жерлердің барлығында сыбызғы аспабы кең таралған екен. Орал қазақтарының сыбызғы ойнағанын және олардың үш ойықты ағаштан немесе қурай шөптен жасап ойнағаны жайлы ақпараттар келтіреді. Болат Сарбаев осы еңбектерден алып өзінің еңбегінде бізге үлгі көрсеткен. Және де Гейнс деген этнограф ғалым, ол сыбызғымен ән салған деген сондай бір үлкен бір құбылысқа өзі куә болған кісі екен. Яғни кешкісін ауыл адамдары жиналып, бір уақытта сыбызғышы сыбызғысын сүйемелдеп, әнші адам әнін айтып, халық сондайға тамашалаған деген сондай үлкен дәйектер кездестіреді дерек көздерінде. Жалпы сыбызғы аспабы жайлы мағлұматтардан біз алатынымыз, сыбызғы аспабы көп этнограф ғалымдар бұл ағаштан жасалған және ағаштың бір ерекше түрінен, негізінде сары ағаш, ол кезде сөйтіп жасалған екен, ерекше бір түрінен қақ жарып, ортасын өте керемет ұқыптылықпен өңдеген және де үш ойық салынған. Оның пішені тіке цилиндрда болады, оны сол Монғолия жақтарда, шығыс Қазақстан өңірінде балық тәрізді жасалған деп аталады. Өзінің ішін ұңғып ойғанда теп-тегіс қылып ояды да, сырты аспап ұзаққа жету үшін өңішпен, малдың өңішімен кәдімгі соны кигізіп, қазіргі лак есебінде ұзаққа сақталу үшін және аспаптың күннің көзінен, басқа ылғалды жерлерден сақтау үшін сөйтіп қорғаған екен. Және де өзінің сыртында, енді бұл өте нәзік аспап болғаннан кейін, футляр сыртында қабы болуы тиіс. Жалпы осындай дерек көздерді басында өзіне дейінгі еңбектерінде Болат Сарбаев кездестіреді. Ал өзінің еңбегінде бұл кісі Қосағаш деген жерге барады, мынау Алтай өңірінде, сол өңірдегі Қосағаш деген жерге барып, сол жерде Кәлек Құмақайұлымен кездеседі. Ол кісі Ахмет Ыбырайып, сондай Ахмет Ыбырайып деген домбырашы кісі, сол кісі екеуі бірге аспапта күй ойнап, бірін-бірі сүйемелдеген не куә болады да, және де сол кісіден біраз күйлерді тыңдап жазып алады. Ол Бөкен Жарғақ деген секілді, Кербез қыз деген секілді. Жалпы сыбызғы аспабының біздің кәсіби дәрежеде бірінші ашылған оркестр, қазіргі Құрманғазы оркестрінің құрамында, ең бірінші құрамында сыбызғы болды. Ол сыбызғы аспабын Ысқақ Уәлиев деген кісі ойнаған болатын.
жалпы Ысқақ Уәлиев деген кісі 8 жасынан сыбызғы ойнаған кісі. Әкесі Уәли ол кісі де сыбызғышы болған, сол атақты Сармағай сыбызғышының шәкірті болған дегенде деректер бар. Бұл кісі консерватория қабырғасында алғашқы оркестрде ойналады. Оркестрдің құрамында сіздер білесіздер. Бірінші оркестр құралып ойнау барысында аспаптардың мүмкіншіліктерін арттыру, қылқобыз, примақобыз секілді домбыра аспаптарының мүмкіншіліктерін арттырып, жаңа түрге ие қылып, оркестрге қосатындай түрін жасаған кезде Ресейден Романенко деген ағайынды екі сондай жігітті шақырады. Шебер кісілер акустика заңдылықтарын өте керемет біледі. Кез келген аспаптың мынау өзінің акустика жағынан ғылымы терең болады. Және де біздің қазақтың аспаптарын жайлы мағлұматтарды қоса алып зерттеп шығару үшін Қамар Қасымов деген біздің шебер кісімен бірігеді. Және де ол Ахмет Жұбановтың ұйымдастыруымен осы домбыра секілді сыбызғы аспаптарына да өте көп өзгерістер енгізген болатын. Бастапқы 3 ойығы 5 ойыққа дейін, 6 ойыққа дейін көбейтіліп, сол уақытта болған екен сондай дүние. Болат Сараев өз еңбектерінде оқысаңыздар кездестіресіздер. Сол дәйек көздерді жалпы аспаптың ағаштан, мыстан жасаған түрлерін. Және де Ахмет Жұбанов жалпы біздің консерватория қабырғасында сонау 1936 жылдары, сол уақыттары және аспаптардың біздегі халық аспаптар факультеті ашылғаннан бастап класс ашпақшы болып көп сондай ізденістер жасайды. Ол уақыттары сыбызғы ойнаушы адамдар өте аз болады. Себебі осы уақытқа дейін ойнап келген Ысқақ Уәлиев ол 1941 жылы соғысқа аттанған болатын, Ұлы Отан соғысына. Және де тағы бір дерек көздерде Ысқақ Уәлиев өзімен бірге жез сыбызғысын ала кеткен екен соғысқа. Ол сыбызғының өлшем ретінде, жаңа шебер ретінде дейін өлшем ретінде ешқандай ақпараттар қалмаған екен. Және де бұл консерватория қабырғасында класс 1901 деректерде 57-58 жылдар дейді, бір деректерде 61 жылдар дейді. Сыбызғы классы әйтеуір ашылады. Оспанғали Қожабергенов деген кісі, сол кісі 2 жылдай сыбызғыдан класс ашып, сабақ бере бастайды. Бұл уақыттан кейінде сыбызғы аспабы келте қалмайды. Болат Сараев өзі де қолға алып, ансамбльдер ашып, сол жерде сыбызғы аспабын көп меңгереді. Бертін келе енді қазірде менің бітірген мамандығым сыбызғышы ағайым Талғат Мұқышев. Сол кісінің класынан 2017 жылы сыбызғы мамандығы бойынша бітірдім. Оған дейінгі сыбызғы үйрену барысым менің алғашқы ұстазым Қанат Мақажанов деген Жезқазған қаласының музыкалық колледжінде домбырадан берген ағай. Сол кісі маған алғашқы сыбызғыны ұстап үйреткен екен. Сол кісінің бастамасынан кейін консерватория қабырғасында мен жалғастырдым. Және де атам да сыбызғы ойнаған кісі, сыбызғы жасаған деген деректерді мен өте өзімнің туыстарымнан көп естимін. Атамның кішкентай кезінде қайтыс болған, бірақ сол әкең өлсе де көзін көргендер өлмесін дейді ғой. Сондықтан жалпы көп кісілерден, туысқандарымнан сол атамның сыбызғы ойнап, сыбызғы жасаған туралы мағлұматтар көп естідім. Енді бүгінгі менің талған тақырыбым сыбызғы аспабының түрлері. Яғни сыбызғы аспаптар қандай түрлерге бөлінеді? Мына алдында жатқан барлық сыбызғы аспаптар бір-біріне ұқсамайтын, әртүрлі тональностьте, әртүрлі материалдан жасалған, және де сонау жаңағы айтып өткен коллега атаның сыбызғысынан бастап бертіндегі сыбызғышы кісілердің сыбызғыларына дейін менің жеке қорымда сақтаулы. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, сыбызғы аспабының бұл ғылыми жолда жасалған дүние. Негізінде қай стройдан бастап қай стройға дейін сыбызғы аспабы, ең кішкентайы соль стройға дейін. Осы алдында өткізген Састынай туралы мәліметтерінде сіздер көрген боласыздар. Састынайдың да үлкен түрінен бастап кішкентай. Бұл ғылыми жолда. Ең ұзын сыбызғымыз фа сыбызғы, ең қысқа сыбызғымыз соль сыбызғы. Яғни бұның мүмкіншілігі осы стройға дейін жетеді. Бірақ бізде өзі консерваторияда бекітілген ағайменен соль, ля, до деген 3 сыбызғы осы оқу процесінде енгізіліп, оқу процесінде жүргізіліп, арнайы соған кітаптар шығарылып, қазіргі таңда спецкласс ретінде Құрман қазақтарындағы қазақ ұлттық консерваторияда өткізіледі. Сыбызғы аспаптың түрлері қалай болады? Негізінде сыбызғы аспабын ең әуелде бұл жасағанда қурай шөбі болады, өсетін. Сол өсімдіктің түбінен кесіп алады өткір бәкімен. Және де
ойық салу тәртібінде де өзіндік сондай бір талаптар секілді дүниесі бар. Мысалға, қурай сыбызғыны алатын болсақ, қурай сыбызғының өзі де бәленбай түрге бөлінеді. Мына менің қолымдағы қазір Нұрахмет Жорабеков атамыздың өгіз қурай деген қурай шөбі. Осы мына қурай аспабынан жасалған сыбызғының түрі. Жеті ойықты қылып дамытқан, және де осы сыбызғының бүкіл тәнәністерін зерттеуде үлкен атсалысқан Нұрахмет Жорабеков деген атамыз. Сол кісінің маған тапқан сыбызғысы болатын. Екі экземпляры бар. Ол сыбызғының менде мінекей. Сол қурай сыбызғының өзі міне бәленбай түрден тұрады. Мынау қурайдың басқа түрі. Бұл сыбызғы маған осыдан 2 жыл бұрын қолыма тиген болатын. 2-3 жыл бұрын. Және де сыбызғының стройында бірде-бір маған сыбызғышы келді. Өте жақсы сыбызғы меңгерген кісі екен. Бірақ сыбызғысының стройы менің зерттеп жүрген сыбызғыларымның мына барлық стройдағына ешқайсысына тура келмеді. Бұл кісі менің шеберханама келді де осы сыбызғысын ойнап берді, мен тыңдадым. Осы сыбызғым мына мүжіліп қалды, сіздерге көрінетін шығар. Бұл өте көп ойналған, өте ескі сыбызғы болуы тиіс, шамасы. Бұл осы сыбызғындай сыбызғы тесіп береді. Мен өзімнің дайын до сыбызғымды тесіп берген болатынмын. Ол кісі оған риза болмады. Сен маған оркестрдің, ансамбльдің сыбызғысын тесіп бердің, маған күйдің сыбызғысы керек еді. Егер тесе алмасаң, онда басқа кісіге барайын деген сияқты. Соны мен біраз намыстанып кеттім, себебі мынаның стройын өзім әлі күнге дейін түсінбеймін. Бұл яғни дәстүрлі строй, дәстүрлі әркімнің өзінің дәстүріне сай былай ойы болатын ойықтар болады. Себебі осындайдың менде 26 түрі бар. Ескі көне сыбызғылардың әрқайсысы әртүрлі тәнәністе. Және де әр күйші өзінің сыбызғысын мақтайды. Яғни ол дәстүрде, мысалы, домбырамен салыстырып қарағанда, домбырада 19 береді екен, мынадай оркестр ансамбльге лайықталған. Ал сыбызғыда дәл сондай түрі де бар, және күйшілікке арнайы бағытталған өзінің осындай сыбызғылары да бар. Бұл енді салыстырмалы түрде айтып жатқаным. Содан намыстанып кеттім де, өзінің қалай қиқы-жиқы стройы болды осындай. Тап сондай стройда сыбызғы тесіп беремін, соған риза болып, ол кісі осы сыбызғысын маған қалдырып кетті. Бұл Қытайдың Алтай жерінде тұратын қазақ қандас бауырларымыз, сол бір кісінің сыбызғышысы, аты жөнін жазып қалмаппын, бірақ сыбызғысының стройын, сыбызғысының есебін барлығы менің кітапшамда сақтаулы. Және де сыбызғының бір түрін таныстыңыздар, қурайдан жасалатын сыбызғылар. Менде қурайдан жасалатын сыбызғының міне осындай 4 түрі, 5 түрі кездеседі. Екінші бір түрі қамыстан жасалатын түрі. Қамыстан жасалатын түрін мен мынау Қызылорда жерінен 2-3 рет кездестірдім. Нар қамыс деп айтады өздері. Оның бір үлгісі менде сақтаулы. Мінекей мынау кәдімгі қамыс. Тек әр жерде бұл әрқалай өседі. Бір жерде жіңішке өседі. Сол жерде нар қамыс деген атаумен осындай қамыс бар екен. Сол қамыстан жасалған 4 ойықты сыбызғы. Бұл 4 ойықты. Және де қара қамыс деген түрі бар. Бұл мінекей менің қолымда қара қамыс сыбызғының өте көп түрі бар. Қара қамыс сыбызғы деген сондай буындары бар. Бамбук тәріздес. Бұл көбінесе Монғолия өңіріндегі қазақ қандас бауырларымыздың ойнайтын сыбызғылары осы қара қамыс сыбызғыдан келеді. 3 ойықты, бұның да дәл сондай стройын, сол мен тескен таза стройға бұл кісілер де бағынбайды. Тек күйдің сыбызғысы деп, өзіндік есептері бар, өлшемдері бар, сол бойынша теседі. Менде қара қамыс сыбызғыдан осындай 2 сыбызғы сақталған, Тілепберген деген сыбызғышының сыбызғысы сақталған, және де Ембек Абдоллаұлының сыбызғысы сақталған менің қолымда. Бұл ЮНЕСКО-ға сыбызғы күйлерімен кірген кісі. Сол кісінің сыбызғысы қазір қолымда тұр мінекей. Және де сыбызғының жез түрі, темір түрі де өте көп кездеседі. Маған осындай 3 түрі сақталған, осындай жез темір сыбызғының. Және де тағы бір түрі бұл марғұм Ақажан ағаның сыбызғысы, осындай соль сыбызғысы болады. Ол да 3 ойықты. Қазіргі таңда ол кісілердің шәкірттерінің қолынан өте көп көремін осы сыбызғыны. Бұның бір сыбызғы аспап менде қорымда, өзімнің жеке қорымда сақталған. Және де ағаштан жаңағы ойып жасайтын сыбызғы, менде бір өте көне сыбызғы бар. Қазір тіпті ойналмай қалған сыбызғы, өте мүжіліп. Бұл жаңағы айтқан сары ағаштан жасалады. Ортасы екіге қатқа жарылады. Егер жақыннан көрілсе көріну керек сіздерге. Және де іші тап-таза ұңғып ойылып алынады да. Бұда да 3 ойық салынған, жарылған, мына жерлері жарылған екен, өзі сол уақытта осындай жабылған екен, мынау қара немен.
бұл сыбызғы қазірде қатты ойнамайды, бірақ мен есебін шығарып қойған болатын. До диезден басталады екен стройы. Және де сыбызғының тағы бір осындай түрі қолымда қазір Қалек Құмақайұлының сыбызғысы. Нұрболат деген ағамызға берген сыбызғышы, ол кісі өз алдына сол сыбызғыны маған тарту етті. Бұл сыбызғы 3 ойықты сыбызғы, ағаштан жасалған, ағашта онда да қатты ағаштың бір сортынан жасалған екен. Және де ішін алып келген кезде мен көрдім, бұл екіге жарылып келді. Қазірде бір-біріне жерін теріп, іші өте ұқыптылықпен жасалған. Мен жаңағы бағана айтып өткен балтық тәріздес деген, ішін көрсеңіздер, іші тіке цилиндр емес, конус та емес, іші бетіп келеді. Астыңғы жағына қарай жіңішке, үстіңгі жағына қарай жіңішке, ортасы жуан болып келеді. Бұл Қалек Құмақайұлының өзінің ойнаған сыбызғысы. Тағы да бір сондай сыбызғы, басында жез орнатылған. Бұл Қытай жақтан көрдім бұндай сыбызғыны. Және мына қолымдағы сыбызғы бұл Баян өлгейден келген сыбызғы. Басында осындай жез орнатылған. Және ағаштан жасалған. Тап сол тәсілмен тек 4 ойықты бұл сыбызғы. Және де сыбызғының Қазақстан жерінде әуелде кездесетін түрлері осылар. Сыбызғының көп түрі. Мына жерде менің жаңағы бірінші үйреткен ұстазым Мақажанов Қанат ағайдың сыбызғысы сақтаулы. Және де мынандай башқұрттардың сыбызғысы бар. Татар башқұрт халықтарының сыбызғысы менде 4 үлгісі сақталған екен. Бұл әртүрлі стройда. Бұлар біздікіне қараған кезде мынандай конус образы дейді. Үстіңгі жақтары жуан болса, төменіне қарай жіңішкере беретін сыбызғыға соль, си бемоль және ля стройында 3 сыбызғы сақталған. Сыбызғының даму барысында да көптеген еңбектер, жаңа айттым, Романенко деген кісі өте көптеген еңбектер жазған болатын. Сол еңбектер жасаған болатын сыбызғының даму барысында. Кешіріңіздер, ойым бөліп отыр басқа жақта. Сол тәсіл секілді, мына менің қолымда Ишқурай дегеніміз Ишмұрат Илбаковтың жасаған өзінің авторлық аспабы десе де болады, өзінің. Бұл жерде байқасаңыздар, клапан орнатылған. Яғни сыбызғының мүмкіншіліктерін арттыру үшін 2 клапан орнатылған екен. Бұл енді сол жақтың өзінің халқы ойнамаса, біз жақта сол ағайдың айтуы бойынша, біздің Талғат ағайдың айтуы бойынша, дәстүрді бұзбай, бұндай клапандарды орнатпай, өзіміздің бар стройымызда ойнаған дұрыс дейді. Мен де сол шешімді азап қабылдаймын. Себебі неге десеңіз, мынау флейта болып кетеді. Бұл аспаптың клапанын орнатып, барлық стройын алғызған дегеніміз ол флейтаға жетпей қалған сыбызғының дамыған түрі дегеннен гөрі таза сыбызғының нақ өзінің түрі болған дұрыс деп санаймын. Және де сыбызғының жаңағы бүгінгі тақырыптың ортасында айта кететін жайт, негізінде сыбызғының күйлері сақталған, басқа аспаптарға қарағанда өте көп. Сақтауына бір септігін тигізген домбыраның квинталық күйлері. Неге десеңіздер, мына үшек домбырада ойналатын және бұрау квинтаға келтіретін сыбызғының күйлер көбінесе осы сыбызғы күйімен ұқсас келеді. Мысалы, жаңағы айтқан Османғали атамыздың ойнаған күйлерін ол кісі 2 аспапта бірдей меңгерген екен, сыбызғыда да және домбырада да. Яғни көп күйлер, мысалы сыбызғышы жоғалып кеткен заманның өзінде, орындаушы жоғалған заманның өзінде домбыра арқылы да жетіп отыр. Жалпы сыбызғы аспабының мүмкіншілігін сіздер көрдіңіздер. Ендігіде алдындағы састан аспабы секілді бұл аспапты ансамбльдік дәрежеде көп дауыста ойнау үшін тағы да бұл аспапқа шығармалар керек. Шебер ретінде көріп отырсыздар, аспаптың түрі және қандай мүмкіншілікке ие, және де біздің Талғат ағайдың бекіткен, мысалы, соль, ля, до деген секілді стройлары бойынша мағлұмат бердім сіздерге. 2,5 октаваның маңайында тағы бір осындай бейне түсірген кезде мен стройларын жазып түсіндіремін жеке өзімнің парақшама. Соған қарай композитор ағалар, сол композиторлікке енді түсіп жүрген кісілер шығарма жазса ансамбльге, біз соны ойнасақ сыбызғышылар болып, бұл сыбызғының мерейін үстем қылып, одан әрі дамыса дейді. Сондай бір үлкен өтінішім бар. Тағы да не айтсам екен, сыбызғы аспабы жайлы мәліметтер осы. Мына тұрған аспаптар сыбызғының туыстас түрлері. Бұл жерде сол ұйғыр халқының, өзбек халқының, түркмен халқының, Индиядан келген аспаптар барлығы да осы сыбызғының туыстас түрлері болып саналады. Ойнау тәсілдері барлығы бөлекше. Және де мен сыбызғы аспабы жайлы тағы бір мағлұмат өзім іздеу барысында сыбызғы аспабы туралы ойнау тәсілдері ең басында маған қиын болатын.
ешқандай ұстаздың алдына келіп үйренбестен бұрын кішігірім сабақ ретінде қазір сыбызғының постановкасын қалай ойналу тәсілі деген секілді мағлұматтар бере кетейін. Егер қызыққан кісі болатын болса, менің алғашқы ойнаған сыбызғыларым қазір менің қолымда. Қарап отырсаңыздар, бұл кәдімгі пропилен труба болатын. Әлі күнге дейін Қазақстанда көп сол мешіт аспаптарды көптеген музыканттардың қолдарынан көрем. Мынаның есебі өте қиын емес. Пропилен сыбызғыны, пропилен кәдімгі трубаны алып, содан аспап жасаған болатынбыз, сыртын осындай қаптап. Жалпы сыбызғының бір кішкентай ғана көрсетіп өтейін, қалай дыбыс шығарады. Сыбызғының түтікшеше тәріздес, ішінде ешқандай ысқырғыш ештеңе орнатылмаған. Сыбызғының ойнау тәсілі барысында қазір сіздерге бір күй ойнап беремін. Көмей дыбысын қосу арқылы немесе көмей дыбысын қоспау арқылы ойнауға болады. Мысалға Болат Сарбаев өзінің күйінде бір сыбызғыны ойнағанда көмей дыбысын қоспай ойнайды. Қазір сіздерге көрсетейін. Содан кейін ойналу тәсілін көрсетемін. Мінекей осындай сыбызғыдан дыбыс шығады, күй шығады. Жалпы сыбызғының ойнау тәсілінде менің өзімнің шәкірттеріме үйрету барысында қоятын өзімнің осындай шарттарым бар. Сыбызғы аспабын ойнау барысында, мысалы, сыбызғы аспабын тіске тіреп, мына күрек түспен оның қасындағы тіс екеуіне тіреп, үстінен ерінмен жабады. Мінекей сіздерге қазір көрінетін болса, және де ішінен тілімізді мына сыбызғы аспабына қайырып қойып тіреуіміз керек те, мына ортымызды мына жақ, оң жаққа қарай ашамыз. Сол кезде дыбыс үрлеп дыбысын шығарып алуға болады. Сыбызғының аппликатурасы жайында да шамалы біраз ақпарат айтып өтейін. Сыбызғының атауы, мысалы, өзінің тұрақты дыбысына байланысты. До дыбысынан басталатын болса, до сыбызғы, ля нотасынан басталатын болса, ля сыбызғы, соль нотасынан басталатын болса, соль сыбызғы. Осы үш сыбызғы біздің консерваторияда бекітіліп, қазіргі таңда оқытылады. Сыбызғы аспабының ойықтарын анық басу керек, және де нотасы үстіне қарай ашқан сайын нотасы көтеріледі. Оны музыканттар түсінуі тиіс. Жалпы осындай бір кішігірім ғана сыбызғы аспабы туралы мәлімет айтып өттім. Болашақта сондай ойым бар. Сыбызғы аспабының ойналу тәсілі жайлы видеороликтер түсіруге. Осымен менің қысқаша ғана сыбызғы аспабы жайлы лекциям аяқталды деп ойлаймын. Сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Осындай уақытта уақытымызды бос өткізбей, керекті мағлұматтарды меңгеріп, өзімізді сақтап, үйде болайық. Осы карантин уақыты өткенше дейін. Содан кейін аман есен бір-бірімізден қауышуды Алла нәсіп етсін бәріңізге. Жақсы, сау болыңыздар.